Айтады, емеке сіз айтып жүрсіз, ұстаз сіз айтып жүрсіз дейді. Оның арасында мен қайда кішкентай боласың, балаларымнан да кішкентаймын аналардың. Айтқым келеді, көңілдеріне алып қалады. Біз де ертең ұрпағымыз сондай болып қалмау үшін, құрметті бауырлар, өзің әрекет жаса. Өзің әрекет жаса. Мына Хамза, мен намаз оқып тұрсам, қазір шамалы бұзықтау ғой. Бірақ жалпы намаз оқып тұрсам, жай намазымды төсеп береді өзі. Намаз оқып тұрсам, әмин, шулама дейді. Әмин, өтпе ол жерден дейді. Тыныштал дейді. Иә, тентектігі бар, өзінің ойын баласы ойнап жүреді. Бірақ намаз оқуың кезінде тоқтатқызады. Дұрыс па? Егер сіз де үйіңізде балаңыздың көзінше Құран оқысаңыз, балаңыздың көзінше намаз оқысаңыз, балаңыздың көзінше жақсы нәрселерді істеп үйретіп көрсетіп білсеңіз, олар сол нәрсеге дағдыланады. Ал қалай болса солай балаңыз ана жақта өзімен өзі, сіз мына жақта өзіңіз отыратын болсаңыз, ол кезде ұрпағыңыз алға емес, артқа қарай шегінеді. Сол кезде аталарымыз айтқан бір сөзде мынандай нәрсе келтіреді. Адамзаттың жаңағыдай бір жерде тұрып қалуы ол жеңістік емес деген, ол жеңіліс деген. Бір жерге тұрып қал, бір деңгейге. Неге? Өйткені адамзат өзінің несіне сай алға ілгеріге жылжи беру керек дейді. Іліммен болсын, спортта болсын, қай нәрседе болсын, алға ілгерілей беру керек деді. Ал бір жерде тұрып қалып, бір нәрсені ұстап қалу, ол жеңіс емес, ол жеңіліс деген екен. Балаларымызды да сол бір жерге ұстап қалмайық. Өйткені қазіргі жас болып отырсақ, біз келешек тағы да бір 3-4 жылдан кейін бәріміз бір-бір перзентті, екі перзенттерден тәрбиелеп отыратын әке болып отырамыз. Ал сол кезде адам өзі түсінеді, мен баламды қалай тәрбиелесем болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям я Расулалла, мен балам дүниеге келген қалай тәрбиелейін дейді. Қашан келді дүниеге? Я Расулалла, кеше ғана келді. Сен 9 айға кешігіп қалыпсың деді. 9 айға сен баланы кешігіп қалыпсың. Өйткені хадисте не деген? Сен баланың жататын орнын таңдағын деген. Жар таңдағым келеді, я Расулалла, мен қандай әйелге үйленейін деген кезде Пайғамбар не деді? Әдемісін ал деп жатқан жоқ та. Бар хадисте 4 нәрсесіне қарап ал. Бірақ хадисте не деп айтты? Баланың орнына қарап ал деді. Баланың жататын орны. Ол ананың ақлағы, ананың иманын айтып жатыр ол жерде. Бала қай жерде жатады? Жатады, құрсақта жатады. Түсінесіз ба? Сол тәрбие құрсағының орнында тәрбие беретін ананы ал деп тұр саған. 9 айдың ішінде құрсақ көтерген кезінде 9 ай семен қырылып жүретін әйелді ал деп отқан жоқ. 9 ай Құран оқитын әйелді ал. 9 ай құлшылық қылатын әйелді ал. 9 ай сенің қиыншылығыңды түсінетін, сен оны түсінетіндей сондай әйелді ал деп тұр да. Не деді? Сен 9 айға тәрбиеден кешігіп қалыпсың деді. Егер құрсақта жатқан кезінде әрқашанда Құран оқып отырсаңыз, әрқашан дем салып отырсаңыз, әрқашанда жақсы нәрсе көріп, жақсы нәрсемен жүретін болсаңыз, бала соған дағдыланады. Бұны медицинада да келтіреді. Егер жолдастарыңыз болса, білесіздер, барған кезде не деп айтады? Олар сен жеңіл андай, білмеймін, музыканың түрлері бар ғой, жеңіс, қандай музыка, андай қатты шуламайтын бір жұмыс, білмеймін, бір жұмсақ музыка тыңдасын дейді да, әйелдерге сөйтіп айтады. Лирика бастас? Білмеймін айтады. Жұмсақ музыка тыңда дейді да, әйелге айтады да. Келіншектер жүкті болған кезінде, мысалға, жолдастарың жүкті болса, барып отырады, поликлиникаға барады, сол кезде айтады. Сен жұмсақ, жағымды музыка тыңдағын дейді. Бала соған сай бүйтіп, іште не істейді екен, тынышталады екен, айналады екен да. Ал Құран бізге не деп жатыр? Құран тынышталдырады, жүректі тыныштандырады деді. Ол музыка деп тұрған жоқ. Құран жүректі тыныштандырады деді. Иә, музыка тыңдайды, ертең бала музыканы болып кетуі мүмкін да жерден. Бірақ Құран жүректі тыныштандырады деді. Құран оқуымыз керек еді. Бала тынышталып қалады. Бала тынышталып қалады, тып-тыныш болып қалады. Егер сіз сол нәрсеге дағдыласаңыз, жүкті кезінде Құран оқып, әрқашан сіз Құран оқып беріңіз, жолдасыңыз Құран оқысын, үйде Құран қосылып тұрсын, сол нәрсеге дағдылансаңыз, сол кезде бала сол нәрсемен тәрбиеленген бала туылғаннан кейін де сол нәрсеге дағдыланады. Ол өскенде де сонымен өседі сосын. Кемістігіміз кетіп бара жатыр. Сонда еврейлердің айтқан нәрсесіне келтіреді. Мына мұсылмандарды жоқ қылудың нәрсесі, немесе мына ислам әлемінің құлдыратудың мәселесі неде деген кезінде олардың істеріне біздің істерімізді шатыстыру деген. Жаңағыдай, біз уағыз айтатын болсақ, біздің уағызымызға музыка қосып жіберу. Құран оқитын болсаң, Құраныңа музыка қосып жіберу. Бір қарасаң, әдемі шығып жатыр. Мықты шығып жатыр. Құран деген біреу шығып кетті өткенде, Құран оқып жатыр, музыкамен кетіп бара жатыр да.
қарасаң құлаққа жағымды, бірақ оны шариғат түсінетін адам бірден айтады, мынау істемеңдер, қайтарады. Ал неге олар істеп жатыр? Өйткені өзінің дүниесін ислам дүниесіне шатыстырып келер ұрпақты оламақшы. Ал сенің ұрпағың ақ пен қараны ажырата алмай қалса, ол да солардың дүниесімен шатысып күндердің күнінде Құранды музыкамен оқып жүреді. Міне, құрметті бауырлар, сондықтан да біз әрқашанда Құран оқып жүруіміз керек. Әрқашан тоқтамауымыз керек бұл нәрседен. Білім алу жолында да тоқтамауымыз керек. Мейлі бір аят оқы, мейлі екі аят оқы. Иә, бір қатар оқысаң да. Бір күні Египетке барған кезімізде Есен деген жігіт болды. Бізден үлкен бір-екі жыл бұрын бізден бірінші келген жігіт қой. Құраннан сабақ береді да, мен қасымдағы балаға ол Құраннан сабақ береді, ұстазы болды. Сонда ана шәкірт жаттай алмай қалады ғой Құраннан. Шәкірт Құраннан жаттай алмай қалса, 3 қатар жаттайтын бала негізі бізге шарт қойып қойды, 3 қатардан түспесін деп. Құраннан жаттай алмай қалса, 2 қатар береді ертесі күні. Тағы да ақсақтап жаттай алмай неғып жатса, 1 қатар береді. Сөйтіп одан кейін бір сөзден қысқартып, соны бір күн қарасам, әлиф деген әріпті беріп қойған жаттауға. Айтады, сен наказаниең осы, саған 1 апта берем, 1 аптаның ішінде осы 1 әріп тапсырасың деп айтады дейді. Сол секілді жаттағаныңызша, шамаңыз келгенше 1 әріп жаттайсыз ба, 2 әріп жаттайсыз ба, әлиф, ләм, мимді 2 апта жаттайсыз ба, өзіңіз білесіз. Бірақ тоқтамау керек. Пайғамбарымыздың хадисінде былай деп айтады: әрдайым болған нәрсе, аз да болса әрдайым болған нәрседе хайыр бар деген. Көп істеп тоқтап қалғаннан, аз болса да тоқтаусыз мудауама дейді, әрдайым болған нәрседе хайыр бар деген, жақсылық бар деген. Жап-жаспыз қазір. Өткенде қазір мынандай нәрсе, интернетте нәрсе бар ғой, статусқа мынандай нәрсе жазып қойғам. Егер де Алла Тағала көзіміздің жанарына қазіргі пайдаланып жүрген интернетіміз секілді шектеу қойып қойса, көзіңнің жанарына. Қазір интернетке ақша саласың, соған байланысты сен гигабайт аласың. Сол гигабайтты уақытысында біз эмагент деген нәрсе шыққан кезінде бірдеңелер қабылдамай, өз уақытына қосасында қайтадан телефон интернеттен айырып қойып, сөйтіп жүретін едік. Қазір енді азаннан кешке қосылып жүр ғой. Жалпы айтайын дегенім, көзіңнің жанарына сол секілді шектеулі бір гигабайт секілді бірдеңе беріп қойса, сен көзіңмен не қарайтын едің деген сөз сол жерден туындайды. Не қарайтын едің? Әр қараған сайын гигабайт кетіп жатыр. Ойла. Не қарайсың? Барып лас нәрсені қарайтын ба едің? Тіпті сен дәретханаға кіретін болсаң да көзің жұмып алып кіресің ол кезде. Өйткені гигабайт кетіп қалмасын дейсің да. Ұйықтаңдар, көз жауын жауып тұрсаңдар, гигабайт кетіп қалмасын. Жолда кетіп барасың, гигабайт кетіп қалмасын. Бірдеңеге пайдалану керек оны. Сонасың ба? Егер сондай болса, бірақ Алла Тағала ондай қылмады, бізді шектеу бермеді. Туылдың, өмірден өткен кезін көзің көрсін деді. Көрсін деді саған. Берді. Тегін. Қалағаныңша қара. Оны жаман нәрсеге қара, жақсы нәрсеге қара, видео қара, фото қара, одан кетпейді. Қарай бересің. Шектеусіз. Тілде де сондай, құлақта да сондай. Бірақ деген нәрсесі бар арасында. Арабтарда бірақ деген нәрсе, уәләкин деген нәрсе айтады да. Бүкіл сөздің бәрін құртатын нәрсе уәләкин дейді да, арабтар айтады. Бәрі келеді, бірақ та деген сөз ананың бәрін жоққа шығарады дейді да. Дұрыс па? Сонда айтады. Бірақ дейді. Уәләкин осы жерде дейді да. Сол көзіңнің жанарын бір сәтте алып қалса ше дейді да. Бір сәтте көрмейтін қылып қойса. Бір сәтте сөйлей алмайтын қылып қойса ше дейді да. Бір сәтте жүре алмайтын қылып қойса, бір сәтте отыра алмайтын қылып қойса дейді. Сонда сен не істейсің дейді да. Сонда не істейсің? Бір өкінішті нәрсе бар да, мысалға, өзімнің анам, менің анам. Қазір 70-те, өткенде барып 70 жасқа толды, алхамдулилlah 70 жасына барып қайттым. Менің анам намаз оқиды, 5 уақыт намаз. Мен Мысырда жүрген кезімде бастады әйтеуір оқиды. Бірақ Алланың қалауымен бір күні жүрегі сол бұрыннан ауыратын анам бір күні инсульт алып, давлениесі бар, құлап, қазір сөйлей алмайды. Дұрыс па? Анамның арманы үйге барсам жылайды. Мен барсам ғана емес, кім барса да үйге балдарым біреуіміз барсақ жылайды. Өйткені әкемнің айтуы бойынша анамның арманы немерелеріне жаным деп айтуы, Хамза деп жаңағыдай айтуы.
Оны жеңіс көрді ғой өткенде де, мысалы, жылайды. Анам сөйтіп жылайды да, мен ой балам деп айтқысы келеді. Жаным балам қайдасың, қалай деп менімен сөйлескісі келеді, бірақ әттең сөйлей алмайды да. Әттең сөйлей алмайды анам. Егер сөйлей алғанда анаммен мен телефон арқылы сөйлесіп тұратын едім да. Қазір мен сөйлессем де анамның қолында телефоны жоқ, бірақ сөйлессем ол жылайды. Мен әкеммен сөйлесем, анаң сәлем айтып жатыр деп әкем айтып қояды. Анаң видео жатыр деп әкем айтып, ағам айтып отырады, жеңгелерім айтып отырады да. Әттең да, әттең ай, тілі сөйлемей тұр да. Сол секілді бұл нәрсе әр қайсымыздың басымызға түсіп қалуы мүмкін да. Әр қайсымызға. Сол кезде санырып қалмауымыз керек та. Ай, әттең. Сол кезде оқуым керек еді. Әйтеуір бір соқыр бала, құлағы естімейтін балаға айтады ғой, сенің арманың не деген кезінде, менің арманым азан айтылған кезіндегі азанның дауысын бір рет естісем сол болды маған жеткілікті деген еді. Құлағы естімейді ғой. Әшін Аллаху акбар деген сөздің өзін бір естісем, маған соны жеткілікті деген еді. Ертең әттең болмай тұрған кезінде, бауырлар, бұл үлкен нығмет беріліп тұрған кезінде пайдаланып қалу керек қой. Беріліп тұрған кезінде пайдаланып қалу керек. Ол пайдаланатын дүниелер өзінің несінде, жағдайында әртүрлі нәрселер де келеді. Спорт мәселесін алып қарасаң да, сауда мәселесін алып қарасаңыздар да, ол әркім әр салада өзі біледі. Пайдаланып қалу деген нәрсе бар. Шанс келді ма, пайдаланып қалу керек деген нәрсе бар. Қай саланы қарасаң да. Бұл өмірде пайдаланып қалу керек болған нәрсе өте көп. Өте көп. Ертең 5 нәрсенің қадірі, 5 нәрсе жетпей тұрып білу керек болған нәрседе, Алла Тағала сенің денің саулығы бар кезінде, денің жоқтығын, денің ауырып қалмай тұрған кезінде, денің саулығын қадірін білуің керексің да. Уақытың бар кезінде, уақытың жоқ болмай тұрған кезінде, уақыттың барлығын білуіміз керек та. Қартайып қалмай тұрған кезінде, жастық шағыңның қадірін білуің керексің да. Түсіндің ба? Осындай нәрселердің біз өлмей тұрған кезімізде, тірі кезіміздің қадірін білуіміз керек. Ал бұл нәрселер уақыт келген сайын өмірді өтіп баратқандықтан біз әлсірей бастай береді, әлсірей береміз. Өйткені Құранда да айтады ғой, адамзат сондай әлсіз жаратылған. Холиқал инсана даифа, адамзат әлсіз жаратылған. Гёте, неміс ғалымының айтқан бір сөзінде айтады. Адамзат бұл дүниеге бүйтіп келуі, шырет дүниеге келуі, ол өлімге қойылған ең алғашқы қадамы деді. Болды. Адам дүниеге келдің ба, ананың жатырына, ананың құрсағына бала түсті ма, болды, өлімге қарай жылжи береді ол адам. Өлімге қарай жылжи береді. Ойламау керек, ол адам жасармайды, өлімге қарай кете береді. Бір секундта болса да өлімге қарай кетіп бара тұр ол адам. Өмір жас қай жерден таусылады, Аллах біледі. Бәріміз қазір альхамдулилля 30 жас, 33 жасты бағындырып қойдық біз сондай бір шыңдарды. Ар жағында неше жасың қалды сенің? 33 жасыңда не істедің сен? Абдулла ибн Омар дейді, Аллахым, ең болмаса бір ракат намазымды қабыл етші деді. Аллахым, ең болмаса қажылығымның біреуін қабыл етші деді. Қаншалап қажылық қылса. Ал енді сіз Абдулла ибн Омар емессіз. Сіз әсетсің, не істедің? Сен тіпті дәретің толық беді. Дәретің. Намазың қалай өтті? Оразаларың қалай кетті? Ораза ұстап жүріп, көзіңмен шарлап жүрген шығарсың мүмкін. Ғайбаттар кетіп қалған болар, мысал ретінде. Сол үшін құрметті бауырлар, барлық нәрсенің өзіндік бір хикметі бар. Бірақ сол нығметтерді уақытында пайдаланайық. Уақыт өткізіп алсақ, әттең соғып қаламыз. Кәпірлердің айтқандай, я лайтани күнту тураба. Қан еді мына тұрған қошқарлар секілді бізге топыраққа айналып кетсек деген сияқты арман болып қалады. Алла Тағала ондай нәрседен бетін аулақ етсін, ақыретімізді жақсы етсін, сауаптан жазсын. Бұл айтылып жатқан нәрсенің барлығы жаңағы нәрседен шығып жатыр ғой. Қашанда бір-бірімізге пайда беріп жүрейік. Әйтеуір пайда бере алмасаң, зиян берушілерден болмайды. Айтуымыз керек болмаса осы нәрсе. Алла Тағала қабыл етсін иншалла. Жеңіңіздер шеш, жылап отырсыздар ма? Жеңіп отырыңыздар шеш, барлықтарыңыз жеңіңіздер, ішіңіздер. Дастархан қалып ысырап болып қалмасын жігіттер. Жеп, ішіп. Дастарханнан сұралмайтын кездер болады ғой, ішіп жегенімізден сұралмайтын кездер. Ол қандай дастархан еді, ұстаз?
Жанагыдай Алланын ыраазылыгы үчүн жайылып сол жерде зикир этилген дастархандан жеген кезимизде биз суралмайт экенбиз. Сол секилди ауыз ашарга жайылган дастархандан биз суралмайт экенбиз жесек. Бул да сол секилди бир зикир үчүн жайылган дастархан болуп калыптыр. Жеп алыңдар. Калган дастархандан сураласыздар эртең. Бар кезинде жиптер жеп алып, жана бири-биримизге пайдамыз тийип отурат иншалла. Алла кабыл этсин.